Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ болып шығатын булочкидің жасалу жолымен бөліскім келеді. Ендеше видеоны соңына шейін көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 200 грамм жылы сүтімізді құямыз. 200 грамм жылы суымызды құямыз. 180 грамм қантымызды салып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Жарты шай қасық тұз саламыз, бір ас қасық тұрыш салып, 5 минутқа жауып қоямыз. 5 минуттан кейін ұнымызды саламыз. Алдын ала електен өткен шамамен 950-980 грамм ұн саламыз. Және де бір кесе сұйық май құямыз. Қамырымызбен жақсылап араластырып аламыз. Тағы да ұн салып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міне қамырларымыз дайын болды. Енді қамырымыздың бетін жауып, сүлгімен орап, жылы жерге 1,5-2 сағатқа ашытуға қоямыз. Қамыр ашығаннан кейін сұйық маймен осылай бір қайтарып, 5 минутқа қайтадан жауып қоямыз. 5 минуттан кейін қамырларымызды алып, бөліктерге бөліп аламыз. Және осылай майда бөліктерге бөліп, зуала жасап, дайындап қоямыз. Құрметті көрермендерім, осындай ерекше әрі кереметтей рецепттерімді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және достарыңызбен де бөлісіңіздер. Міне қамырларымызды енді жая бастаймыз. Осылай кішірек көлемде жайып, арасына варенка салатын боламыз. Арасына варенье салсаңыздар да болады. Қамырымыздың барлығын дәл осылай жайып, арасына варенка салып, немесе варенье салып, осы видеода көрсетілгендей етіп орап шығатын боламыз. Енді табамызға майымызды жағып, бір жұмыртқамызды жарып, қамырдың үстіне жағып шығамыз. Қамырымыздың бетін күнжетке аунатып аламыз. Осылай табамызға арасын алшақтау етіп орналастырамыз. Қазір піскеннен кейін көтеріледі, сондықтан алшақтау етіп орналастырамыз. Міне қамырларымыз дайын болды, үлкен болып көтерілді және жұмсақ болды. Егер де видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий бөлімінде пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де каналға подписаться деп тіркеліп қойыңыздар.